Саламатсыздар балалар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы құрамында дәрежесі бар өрнектерді түрлендіру. Сабағымыздың мақсаты алгебралық өрнектерді ықшамдауда дәрежелердің қасиеттерін қолдану, құрамында дәрежесі бар сандар тізбегінің заңдылығын және жетіспейтін мүшелерін анықтау. Ол өрнектерді түрлендірген кезде біздің астымызда көрініп тұрған төменгі жақта формулаларды қолданылатын боламыз. Формулаларды еске түсіріп отырыңдар. Сонымен осы формулаларды қолданып есеп шығаруға мысалдар көрсете кетейін. Мысалға, бірінші есебімізде бізде x-тің 7 дәрежесін 3 дәрежесіне шығару керек, көбейту x-тің 12 дәрежесі деп тұр. Бұл жерде мынау дәрежені дәрежеге шығарған кезде ішкі тұрған дәреже мен сыртқы дәрежені көбейтеміз. Яғни дәрежесі бар өрнек дәрежеге шығару дейміз. Сонда x-тің 7 дәрежесі 7 мен 3-ті көбейтсек 21. Көбейту x-тің 12 дәрежесі. Негіздері бірдей өрнектерді көбейткен кезде дәреже көрсеткіштері қосылады. Сонда x-тің 33 дәрежесі шығады. Екінші есепте x-тің -12 дәрежесі бөлу x-тің 3 дәрежесі. Бұл жерде x-тің 3 дәрежесі. Әрі қарай 1 бөлінген x-тің 12 дәрежесі, бөлу x-тің артында бөлімінде 1 бар. Сонда көбейту 1 бөлінген x-тің 3 дәрежесі болып жатады. Көбейту тұр, дәреже көрсеткіштерін қосамыз, негіздері бірдей. Сонда 1 бөлінген x-тің 15 дәрежесі шығады. Осымен есеп шықты. Үшінші мысалда 3x-тің 6 дәрежесін 3 дәрежеге шығару керек. 3 коэффициент жақшаның ішінде тұрғандықтан 3 дәреже болғанда тиісті есептелінеді. Яғни бірінші 3-ті 3 дәрежеге шығарамыз. 3-тің 3 дәрежесі дегеніміз 27 болады. Көбейту. Жаңағы дәрежені дәрежеге шығарған кезде дәреже көрсеткіштері көбейтіледі. Яғни 6 мен 3-ті көбейтеміз. Сонда x-тің 18 дәрежесі. Келесі есепте 5-тің 8 дәрежесі бөлу 5-тің k дәрежесі тең 5-тің 4 дәрежесі. Бұл жерде бөлу амалдыр. Бөлу амалы тұрған кезде негіздері бірдей, дәреже көрсеткіштері азайтылады. Дәреже көрсеткіштері азайтылады. Яғни былайша айтқанда 8-ден қандай дәрежені азайтқанда 4. Енді бұл жерде біз көріп тұрмыз k-ның дәрежесі k тең болады 4-ке. Неге? Өйткені 5-тің 8 дәрежесі бөлу 5-тің 4 дәрежесі. Яғни осыны есептеп тексеріп көретін болсақ, 5-тің бөлу тұрған негіздері бірдей, дәреже көрсеткіштерін азайтуымыз керек. 8 азайту 4 тең болады 5-тің 4 дәрежесі. Сонда k-ның мәні 4-ке тең болады екен. Келесі есепте 5-тің 6 дәрежесі көбейтілген 125 бөлінген 25-тің 4 дәрежесі дейді. Бұл жерде біз барлығын бір негізге келтіріп аламыз, яғни 5-ке келтіріп алуымыз керек. Сонда 5-тің 6 дәрежесі көбейту 125 дегеніміз 5-тің 3 дәрежесі. 25 дегеніміз 5-тің 2 дәрежесі. Сыртынан 4 дәрежені қойып қоямыз. Әрі қарай бөлшектің алымын орындап негіздері бірдей, көбейту болған кезде дәреже көрсеткіштері қосылады дедік. 5-тің 6-ға 3 қоссақ 9 дәрежесі. Бөлімінде дәрежені дәрежеге шығарамыз, көбейтеміз. Сонда 5-тің 4 дәрежесі 8 дәрежесі. Бөлшек бөлу амалын білдіреді. Сонда азайтуымыз керек, яғни 5-тің 9 дәрежесіне 5-тің 8 дәрежесін бөлу керек. Сонда дәреже көрсеткіштерін азайтамыз. Сонда 5-тің 9 дәрежесі -8 дәреже тең болады 5-тің 1 дәрежесі. Жазбай қойсақ та болады. Сонымен бұл есепте 5 шығады екен. Енді осы есепті, осы мысалдарды көре отырып, әрі қарай осы сабақтың астында берілген тапсырмаларды орындап шығуларың керек. Соны орындап, маған қарай жіберіңдер. Сау болыңыздар.